Мен бір күні өзімнің ойыма мен ютубқа қалай келдім деген сұрақ келді. Сосын мен ойладым. Мен ютубқа қалай келіп едім? Сонда есіме түсті. Мен ютубқа 2017 жылы кірдім. Мен ютубқа былайынан кірдім. Мен бір күні видео қарап отырсам, аға, осындай видео түсіруді қалай түсіреді деген ойын ойнады. Сосын айтты, мынандай программа жазып алсын деді. Бұлар всем кейін мен дейтін мынандай программа жазып алдым. Жазған болғаннан кейін мен оны қосқан кезде папаның соткасынан ойнадым. Ең алғаш рет ойнаған ойыным ол Майнкрафт. Сосын мен ойнаған кезде папаның жалғыз көке жынды қалды. Сосын мен жынданып, енді түсірмеймін дедім. Содан кейін мен оны қайтадан жазып алып түсірдім. Содан кейін менде бір подписчик болды. Содан кейін 3 болды, 4 болды, 5 болды. Баяғыда бесет қасбет болып кетті. Өтінемін, каналға тіркелейік. Мен әрі қарай жалғастырайық. Мен ютубқа не үшін келдім деген сұраққа, ютубқа мен видео түсіру үшін келдім. Достар, жаңадан бастаған ютуберлер болсаңыздар, сіздер алдарыңызға менде 100.000 подписчик болады. Маған алтын золотая кнопка келеді деп алдарыңызға мақсат қойыңыздар. Білеміз, бәрібір де сендер сондай алтын кнопканы аласыздар. Мен де ал ендеше, пока-пока, чао.